Bir günü bir adam есігінің алдынан көбелектің пілләсін тауып алады. Ол пілләні үйіне әкеліп бақылай бастайды. Бірнеше күнден кейін пілләді кішкентай саңылау пайда болады. Адам сағаттар бойы көбелектің сол тесіктен шығу үшін қалай жанталасып күресіп жатқанын тапжылмай қарап отырады. Көбелек ұзақ уақыт бойы тырысады, бірақ нәтиже болмайды. Ол қатты шаршағандай енді әрі қарай қозғала алмайтындай болып көрінеді. Мұны көрген адам көбелекке жаны ашып көмектесуді жөн көреді. Ол қайшыны алып, пілләнің қалған бөлігін абайлап қиып жібереді. Көбелек оңай сыртқа шығады. Бірақ адам бір нәрсені байқайды. Көбелектің денесі сіңген, ал қанаттары өте кішкентай әрі әлсіз еді. Адам қазір оның қанаттары жайылып ұшып кетеді деп күтеді. Бірақ олай болмады. Көбелек өмірінің соңына дейін сіңген денесімен жер бауырлап, жорғалап өтуге мәжбүр болды. Ол ешқашан аспанға көтеріліп ұша алмады. Адамның ниеті түсу еді, бірақ ол табиғаттың заңын түсінбеді. Пілләден шығу үшін жасалатын сол ауыр күрес көбелекке ауадай қажет болатын. Көбелек тар тесіктен сығылып шыққан кезде, оның денесіндегі сұйықты қанаттарына тарап, оны ұшуға дайындайды. Адам оны қиындықтан құтқарамын деп, оны ұшу бақытынан, болашағынан айырды. Бұл оқиға бізге не үйретеді? Кейде өмірдегі қиындықтар мен кедергілер біз үшін ең қажетті нәрселер. Егер өмірде ешқандай кедергісіз, бәрі оңай болса, біз ешқашан мықты бола алмас едік. Біз ешқашан өз әлеуетімізді толық аша алмас едік. Сондықтан басыңызға түскен қиындықтардан қорықпаңыз. Оларды жек көрмеңіз. Сол қиындықтар сіздің қанатыңызды қатайтып жатыр. Қазіргі күресіңіз болашақтағы биік ұшуыңыздың кепілі. Есіңізде болсын, ең биік шыңдарға тек қиын жолдар ғана алып барады.